рахмет, құрметті ағайын. Аргонияның жиені бүгін той жасап жатыр екен. Рүстем бауырымызға ұзақ өмір тілейміз. Дені сау болсын, жанат екеуі мәңгі бақытты болсын ағайын. Сіздер шамалы сабыр сақтайсыздар, да? Аргония мен өзімді өмірде күшті, мен білем, аргонияның болмысы осы ғой негізі. Мен ойлаймын, шамал туысқандардың ортасында, мамасын көргенде, папасын көргенде, сәл серьезно болады жатыр, вообще басқаша болып кетеді өзі. Екі есе, мінекей, мамасын көрдік, папасы аргонияның да, папа шашысына бассын. Аргонияның папасына қошемет өткізді, папасы деген серьезный, мамасы серьезный, мынау қашқан өшеді. Аргония, рахмет, құрметті қандармен үлкен анамыз отыр екен. Бүгін той иесі, біздің Рүстем папасы кім? Тек бүкіл шашты Аргонияға беріп қалған. Біраз адамда шаш жоқ құдай қарақызым. Осы жинап Аргонияға, ма сен Астанада жүрген адамыз бөліп, соға беріп жіберген сәтсіздер. Аға той құтты болсын. Сізді шын жүрегінен құттықтаймын. Енді Аргония маған айтқан кезде кәдімгідей уайымдағам, екі бастысыға мен тек концертпен келемізді, белгілі бір көрермендеріміз бар, 500-600-дей. Енді мынадай тойына келген кезде мен Аргонияға уайымдап келатқам. Арғын қалай болады екен, мен шамалы екі бас тұз жақта орысша, бізде бәрі деген қазақша, екі бас тұз деп тұрған жоқ па деп. Яғын кезде кәдімгідей көріп, шапалап ұрған кезіңіздеріңізде сіздер. Кеп фотоға түсіп атқан емен, қуанып қалдыңыздар. Аман болыңыздар. Аяқтан бірден кезде тұрған сияқтысыз. Сеніз апа, осы жерде кетпейміз ғой енді. Мынау енді құрметті ағайын, біздер мен не айтарымды білмей қалдым, жұрттар тойға неше түрлі